Хабарымыз жалғастырамыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының 20 жылдық қалыптасуы қарсаңында мектеп оқушыларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы сурет көрмесі өткізілді. Бүгінгі күнгі сыбайлас жемқорлықпен күресу қоғамдағы күрделі мәселелердің бірі болып отыр. Елдің әлеуметтік экономикалық дамуына кедергі болатын пара алу, пара беру фактілері кез келген шенді мен қатардағы қызметкердің болашағына балта шабатыны айдан анық. Осы орайда Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қызылорда облысы бойынша департаментінің және қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен облыстық тарихи өлкетану музейінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы сурет көрмесі ұйымдастырылды. Республикасының мемлекеттік қызмет істері органдарының құрылғаны 20 жыл және мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың 20 жыл қалыптасуы биылғы жыл. Сондықтан осы біз үшін атаулы жылды ұлықтау іс-шаралар аясында облыста түрлі іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Бүгін мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы суреттердің көрмесі өткізіліп жатыр. Оның ішінде біз үздік көрмелер, үздік суреттерді жинап отырмыз. Және біздің облыста 284 орта мектептерде бізде қазір Адал ұрпақ еріктілер клубы, жемқорлыққа қарсы еріктілер клубы жұмыс жасайды. Ұлтжандылық пен жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікке тәрбиелеу бағытында облыс бойынша 284 мектепте Адал ұрпақ ерікті оқушылар клубы құрылған. Қазіргі таңда клуб мүшелері белсенді түрде барлық шараларға атсалысуда. Бүгінгі көрмеде соның бір көрінісі. Осы суреттің арқасында өсіп келе жатқан балалар, бүлдіршіндер жемқорлыққа қарсы болу керек. Бүгін мен ертеңін ойлау керек. Бүгін мысалы пара алсаң, келесіде мысалы түрмеден шығуы мүмкін деген секілді. Сол себептен парақорлыққа, жемқорлыққа жол жоқ. Бұл көрмені ұйымдастырудың басты мақсаты оқушылар бейнелеген суреттер арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мүлдем төзбеушілікті және оған қарсы мәдениетті қалыптастыру болып табылады. Сондай-ақ аталмыш көрме аясында жастардың жемқорлыққа қарсы дайындаған өнерлері дүйім жұртқа паш етілді. Арайлым Кенжебек, Айдос Исаев, Нұрымжан Тұрашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.